Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін 120 сабақты орындаймыз. 120 сабақта да есептер. Сәйкестендіруге есептер шығаруды үйренесің. Бірінші, есепті оқы. Онда сандар жоқ. Сұраққа жауап беру үшін есептің шарты бойынша кестеге плюс немесе минус таңбаларын қой. Сырым, Нұрлан, Жарас жүгіруден жарысқа қатысты. Егер келесі тұжырымдар дұрыс болса, онда кім бірінші, кім екінші, кім үшінші болып жүгіріп келді? Бірінші, Сырым бірінші, ал Жарас екінші болып жүгіріп келген жоқ. Сырым бірінші жүгірмесе, бірінші орынға Сырымға минус таңбасын қоямыз. Жарас екінші болып жүгіріп келген жоқ. Жарасқа екінші орынға минус қоямыз. Келесі Нұрлан үшінші, ал Сырым екінші болып жүгіріп келген жоқ. Нұрлан үшінші болып жүгіріп келмесе, үшіншіге минус қоямыз. Ал Сырым екінші болып жүгіріп келген жоқ. Сырымға екіншіге минус қоямыз. Сонда бізде қалғандары бірінші орынды Сырым алады екен, екінші орынды Нұрлан, ал үшінші орынды Жарас алады екен. Жарайсыңдар балалар. Мұнда есепті шығару үшін екі жиын арасындағы сәйкестікке кесте құрған ыңғайлы. Әрбір сөйлемді, яғни есептің шартын мұқият оқы, кестеге белгі қой. Жаңағындай минус және плюс белгілерін қою керек. Өзіңнің жазғандарыңа қарап ойлан. Кестеге қарап сен тағы да қандай қорытынды жасай аласың? Есеп сұрағының жауабын тұжырымда дейді. Бұл жерде балалар бізге берілген сөйлемдегі мысалы Сырым жүгіріп келген жоқ екінші болып деп тұрғандай, ол жерде әр сөйлемді оқып, сол сөйлемге қатысты кестеге плюс және минус белгілерін қойып отырып есепті шығарады екенбіз. Жарайсыңдар балалар, келесі есеп. Екінші, есепті оқы, осындай кесте құрастыр. Оны есептің шарты бойынша толтыр. Сұраққа жауап бер. Гүлжан, Толқын, Айжан мен Жанар спортпен шұғылданады. Екі қыз жүгірумен, екі қыз тенниспен шұғылданады. Толқын мен Жанар әртүрлі спорт түрімен шұғылданады. Жанар мен Гүлжан да әртүрлі спорт түрімен шұғылданады. Жанар тенниспен шұғылданады. Қыздардың әрқайсысы қандай спорт түрімен шұғылданады? Енді бұл жерде есепті шығару үшін ең алдымен кесте құрып және осы берілген сөйлемнен, мәтіннен алып есепті шығарамыз. Жанар тенниспен шұғылданады деп тұр. Жанарға тенниске плюс қоямыз. Толқын мен Жанар әртүрлі спорт түрімен шұғылданады, яғни екі түрлі болу керек спорт түрі. Толқынға жүгіруге плюс қоямыз. Себебі екі қыз екі түрлі спорт түрімен айналысады екен. Жарайсыңдар, енді бізде Жанар мен Гүлжан да әртүрлі спорт түрімен шұғылданады. Жанар мен Гүлжан да екі түрлі спортпен айналысады екен. Демек, Гүлжанға жүгіруге плюс қоямыз, себебі Жанар тенниспен айналысады. Сонда бізде қалған соңындағы Айжан. Айжан сонда тенниспен айналысады екен. Айжан мен Жанар бір спорт түрімен айналысады. Толқын мен Гүлжан екеуі бір спорт түрімен айналысады екен. Жарайсыңдар балалар. Келесі есептің шартын және сұлбасын толықтыр. Есепті шығар. Жаттығуға 10 доп алынды. Қанша доп қалды? Мына жердегі доптарды санайық бірінші, иә? Бірінші қораптағы доптың саны нешеу балалар? Бірге санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яғни қорапта 10 доп бар екен. Екінші қорапта неше доп бар екен балалар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Демек, қораптағы доптардың барлығының саны бірдей екен. Барлығы 30 доп. Одан алынғаны 10 доп. Қалғаны белгісіз. Шешуінде 30-дан 10-ды азайтамыз. Неше шығады? 20. Яғни қалғаны 20 доп екен. Мына жердегі сұлбаға кесінді сызылған, иә? Кесіндінің толық өлшемі 30 болады екен сонда. Кесіндіні екіге бөліп тұр, иә? Кішкентай жағы 10, ал үлкен жағы 20 болады екен. Жарайсыңдар, келесі. Төртінші, сен көкөністерді жеу не үшін маңызды екенін білесің. Көкөністер туралы есепті шығар. Анам сары, қызыл, жасыл түсті тәрелкелерге орамжапырақ, қызанақ пен қызылша салды.
Орам жапырақтың жасыл түсті тәрелкеге, қызанақтың жасыл қызыл түсті тәрелкеге салынбағаны белгілі. Әрбір көкөністің қандай түсті тәрелкеге салынғанын анықта. Енді бізде мәтінде беріліп тұр, орам жапырақтың жасыл түсті тәрелкеге салынбаған, орам жапырақ демек біз қызыл тәрелкеге салынды деп ойлайық, жақсы ма? Келесі, қызанақтың жасыл қызыл түсті тәрелкеге салынбағаны белгілі. Ал қызанақ жасыл және қызыл түске салынбады, демек ол сары түске салынды. Ал соңында қалғаны қызылша. Ал қызылша ол әрине жасыл тәрелкеге салынады. Себебі бізде мәтінде беріліп тұр. Осы есепті шығару үшін балалар осындай кесте құрады екенбіз. Жарайсыңдар, сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін маған тіркеліп қойыңдар. Жақсы ма балалар? Сау болыңдар.